Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге кілеге қосылған сорпаның жасалуын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен кастрөлімізде сары майды ерітіп аламыз. Одан соң үстіне тартылған етті салып, осылай бөліп араластырамыз, сонда бірікпейтін болады. Тартылған ет қуырылып болған соң үстіне ұсақтап туралған пиязды және де сарымсақты салып араластырамыз. Одан соң үккіштен өткізілген сәбізді салып, барлығын бірге қуырамыз. Одан кейін туралған болгар бұрышы және де ұсақтап туралған қызанақты салып, барлығын бірге тағы да бір араластырып қуырамыз. Одан соң 2 ас қасық томат пастасын салып, барлығын араластырамыз. Ең соңынан жақсылап тазартылып жуылған жасымақты салып, үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Одан соң туралған картоп және дәмдеуіштерін салатын боламыз. Міндетті түрде базилик қосудың керегі жоқ, өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосасыз. Ең соңында дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырып, 20 минут қайнатамыз. Дайын болғаннан кейін ірімшік және де кілегейді құямыз. Ірімшікті қосу міндетті емес. Дайын болғаннан кейін барлығын араластырып, үстіне ұсақтап туралған ас көкті саламыз да ұсына береміз. Баршаңызға ас болсын.